Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз таңқурай, малина қосылған өте керемет дәмді болып шығатын және де жасалу жолы өте оңай пирогты жасайтын боламыз. Қарасаңыздаршы, біздің пирогымыз көтеріліп, әдемі болып шыққан. Егер сіздер пирогтарыңыз осылай көтерілгенін қаласаңыздар, онда осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі 3 жұмыртқа, ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, сосын барып 300 грамм шекерімізді саламыз да, осылардың бәрін жақсылап тұрып миксерлаймыз. Бұл жерде біздің жұмыртқа мен шекеріміз 2 есе көтерілгенше миксерлаймыз. Бұл жерде сіздер жұмыртқаны 3-4 минуттай миксерласаңыздар жеткілікті. Мінекей, осындай сіздерде 2-3 есе көлемі көтерілу қажет. Келесі кезекте бізге керегі 200 грамм сүт және де сары май. Мен бұл жерде 135 грамм сары майды ерітіп қостым. Бұл сары майдың орнына сұйық май қоссаңыздар да болады. Осы май мен сүтімізді қосып болған соң венчиктің көмегімен араластырамыз. Миксер емес, венчиктің көмегімен осылай төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Сосын барып, ең соңғы ингредиентіміз ұнды да електен өткіземіз. Мен бұл жерде шамамен 300 граммдай ұн қостым. Ұнның бәрін електен өткізіп болған соң бір пакет қопсытқыш қосамыз. Бұл пакеттің ішінде 18 грамм қопсытқыш бар. Осы 18 граммның бәрін қосамыз да ары қарай миксердің көмегімен миксерлаймыз. Достар, егер сіз менің видеоларымды көретін болсаңыздар, онда менің осылай жасайтынымды білесіздер. Мен пирог пісіріп жатқан кезде немесе қамыр елеп жатқан кезде ұнды міндетті түрде 2-3 бөлікке бөліп барып қосамын. Солай қосқандарыңыз дұрыс. Мына шетте ең соңғы бөлігін електен өткізіп алып, ары қарай миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластырып жатырмын. Мінекей, біздің пирогымыздың қамыры дайын болды. Бізде осындай бір келкі, қоймалжың, қоюлау келген қамыр шығу қажет. Пергамент қағазы төселген пирог пісіретін ыдысымызға қамырларымызды әкеп құямыз. Құямызда сосын лопатканың көмегімен қамырларымызды тегістеп шығамыз. Достар, бұл пирогты қандай пирог пісіретін форма бар, сол ыдысқа пісіре берсеңіздер болады. Енді осылай тегістеп болған соң бізге керегі осындай таңқурай. Бұл жерде менің таңқурайым мұздатылған, яғни замороженный таңқурай. Соны осылай мына видеодағыдай пирогтарымыздың үстіне қойып шығамыз. Достар, егер сіз таңқурайды қатты жақсы көретін болсаңыздар, онда көбірек қоса берсеңіздер де болады. Осы пирогты қызып тұрған пеште 180 градуста 45-50 минут аралығында пісіресіздер. Мінекей достар, біздің пирогымыз пісіп шықты. Қараңыздар, осылай көтеріліп, өте әдемі болып пісіп шыққан. Осы пирогтың иісі бүкіл кухняның иісін алып жатыр. Үйдің иісін деп айтсаң да болады. Ал енді сіздерге кесіп көрсетейін. Кесілген кезде біздің пирогымыз өте оңай кесіліп жатыр. Пергамент қағазына жабыспай оңай алынып жатыр. Қараңыздар, осылай өте әдемі болып көтеріліп пісіп шыққан. Осы пирогты кесіп жеместен бұрын бірінші кішкене 10 минуттай суытып алыңыздар. Сосын барып кесіп дәмдатып көре берсеңіздер болады. Осы пирогты үйлеріңізге қонақтар келе жатқан кезде еш уайымдамай пісіріп дастарханға қойсаңыздар болады. Сіздердің қонақтарыңызға ұнайтынына 100% сенімдімін. Достар, сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Және де осы пирогты міндетті түрде жасап, қалай шыққанын комментарияға жазып қалдырыңыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі видеода кездескенше.